деді Захаир. Күнкеш ортадағы қалың шыршаны қамшысымен нұсқап, сынық сүйеммен аспайтын бос шырпы еді. 5 жылдың ішінде әжептәуір бой жетіп, жердің реңін құлпыртып жіберді. Әттең аз егіппіз. Оның мал болатынын кім білген, енді қол жетпей отыр. Шал күні бойы тау-тасты тінтіп жүріп тапқан олжасы 5-6. Өзім өз болып түзге аяқ басқаным осы. Ағайын жұрағат жоқ. Қондыра қойшы деп танымайтын адамдарға кейіп қарап, жеті болуға ұялдым. Амал жоқ. Қысыла жатқаққа келдім. Балам, кітап деген алтын қазына. Кітапты көп оқысаң, жерде қалмайсың. Кітап деген білім ордасы. Қалихан Ысқақ кішкентай кезінен неше түрлі шығармалар жазғанды жақсы көрген болатын. Сол шығармаларының бірі Қоңыр күз еді шығармасы. Бұл шығарманың басты кейіпкері Қасым. Қасым басында ата-әжесінің қолында өмір сүріп, олардың шамалары болмай, Қасымды интернатқа жіберуге мәжбүр болады. Және бұл әңгімеде Қасымның интернатта қандай қиыншылық көргендерін, қуанышты оқиғалар жайлы айтылған. Бұл шығармаларды оқи отырып, неше түрлі көңіл күйді сезуге болады. Мысалы, Қасымға және оның достары, интернаттағы балаларға деген өкініш. Мен бұл шығарманы оқи отырып, арман асыл қасиет екенін ұқтым. Қандай да кітап болмасын, оны қызықпен оқу керек. Әңгімені оқи отырып, интернат балаларының өмірімен таныстым. Өзім және өзім отбасымның оқуға құштарлығы оянды.